Орео тортын дайындаймыз. Алты жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына шым-шым тұз қосып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Көпіре бастағанда қанттың жарты бөлігін шетінен қоса отыра миксермен араластырамыз. Қантты қосып болған соң жылдамдығын көбейтеміз. Сарыуызға қалған қантты қосып миксермен ағарғанша, осындай масса болғанша араластырамыз. Ыстық сүтті қосамыз, бірден араластырамыз. Және де сұйық майды қосамыз, араластырамыз. Міндетті түрде какао ұнтағын електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген какао ұнтағын қосамыз. 2 шай қасық қамыр қопсытқыш қосамыз, яғни разрыхлитель. Електен өткізілген ұнды қосып, бір келкі болғанша миксермен араластырамыз. Силиконды лопатканың көмегімен тағы да астан үстіге қарай қамырымызды араластырып аламыз. Егер сіздерде бірақ миксер болса, онда бірінші сарыуыздан бастаймыз. Шоколадты масса шығарған соң венчигін жуып, құрғатып, әбден белокты соғамыз. Белокты осылай өз-өзін ұстайтын массаға дейін соғып аламыз. Енді осы шоколадты массаға 2-3 лопаткадан алып, астынан үстіге қарай араластырамыз. 2 массаны ақырындап біріктіреміз. Бірақ байқаңыздар, массаны басып алмауымыз керекпіз. Сондықтан жайып астынан үстіге қарай араластырамыз. Мінекей осындай қамыр шығады. Енді осы қамырды қайтадан сол соғылған ақуызға қосамыз. Тағы да астынан үстіге қарай ақырындап араластырамыз. Массаны басып алмай жаямыз. Астынан үстіге қарай араластырамыз. Солай 2 массаны біріктіреміз. Мен секілді кольцоны қолданамыз. Ашылмайтын кольцо 22 диаметрлік. Астына міндетті түрде фольганы төсейміз. Шет-шетін жабыстырып, осылай дайындап аламыз. Пергамент қағазынан гөрі фольганы қолданған дұрыс. Енді қамырымызды құйып, 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45-50 минуттай пісіреміз. Піскен-піспеген шпажкамен тексереміз. Бисквитіміз піскен соң толықтай суығаннан кейін формасынан ажыратамыз. Толық суытамыз. Одан кейін барып 2-3 сағаттан кейін 3-ке бөлеміз. Теңдей 3-ке бөліп аламыз. Бисквитіміз теп-тегіс болмаса, яғни үстіңгі шапочкасы көтеріліп кетсе, онда тегістеп кесіп аламыз.
Сонда біздің тортымыз түп-түзу әдемі болады. Ішкі кремін дайындаймыз. Ыдысымда творожный сыр және сахарный пудра. Біркелкі масса болғанша үлкен жылдамдықта араластырамыз. Шет-шетін осылай лопаткамен түсіреміз. Біркелкі масса болған соң салқын сливкимізді қосып, қою біркелкі крем шыққанша араластырамыз. Мінекей креміміз дайын болды. Енді 4 дана Орео печеньесін сындырып саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша 1 минуттай араластырамыз. Енді тортты жинаймыз. Кольцоға жинаймыз. Сонда тортымыз түзу болады. Кремді 2 бөлікке 2 кондитерлік қалташаға бөліп аламыз да, осылай кремімізді жағамыз. Ортасына бөлшектеп 3 Орео печеньесін саламыз. Осылай кремін жағып, ортасына Орео печеньесін сындырып саламыз. Ең соңғы коржды аударып қоямыз да, мұздатқышқа, яғни морозильникке 2 сағатқа жібереміз. Толық біздің тортымыз салқындау керек. Жиналған тортымыз салқындаған соң барып сыртқы крем дайындаймыз. Менде мына ыдыста сахарный пудра, творожный сыр және сливки. Осының барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Біркелкі араласқан соң, яғни теп-тегіс ешқандай түйіршіксіз крем шыққан соң, кондитерлік қалташаға саламыз. Торттың сыртын қаптауды бастаймыз. Торттың сыртын қаптап болған соң
тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Шоколадный подтек үшін сливки мен шоколадты ертіп аламыз. Салқын торттың үстіне осылай қасықтың көмегімен ағызып құямыз. Ары қарай әрлеуі өз қалауыңызда. Видеоны сатуға, таратуға тыйым салынады. Видео аманат. Видеоның авторы Канафина Балжан. Аманат.